Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін медовый торт дайындайтын боламыз. Алдымен менің YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін және алдағы уақытта әртүрлі видео рецепттерді көріп отыру үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналыма тіркеліп алсаңыздар, медовый тортты дайындауға кірісейік. Тортымыздың қамырына 4 жұмыртқа, 1 шай қасық сода, 100 грамм сары май, 100 грамм бал қажет болады. Алдымен бал мен соданы жай отқа қойып, араластырып, осылай реакция беруін күтеміз. Сосын сары майды салып, араластырып, барлығын суытуға қоямыз біраз уақытқа. Бұл қоспамыз суығанша біз жұмыртқамызды венчикпен немесе миксермен жақсылап ағарғанша ұрып аламыз. Мен негізі миксермен ұрдым, өйткені венчикпен көп уақыт кетеді ұруға. Кейін осы екі қоспаны бір-біріне араластырамыз. Жаңағы бал, сода, сары майдан дайындалған қоспамыз суық болу керек. Кейін ұнды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтау масса болып шығу керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қамырымызды табаға әдемілеп, жайғастырып аламыз. Осы қамырды екіге бөліп жайғастыратын боламыз. Яғни 2 лист қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды әсел печкаға 180 градусқа 5-7 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз пісті. Шетіндегі артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Оларды кейін сәндеуге қолданатын боламыз. Қождарымыздың барлығын пісіріп, суытып алып қойып, сосын крем дайындауға кірісеміз. Кремге сүт, ұн және шекер қажет болады. Барлығын араластырып алып, сосын газге жай отқа қойып, қою масса болғанша біраз уақыт үнемі араластырып тұрамыз. Мінекей креміміз қою әдемі болып шықты. Енді, егерде сіздерде шоколад болмаса, осы кремге 1 ас қасық какао мен осы кремнен 2-3 қасық араластырып, осылай шоколадный крем жасап алсаңыздар болады. Қазір мен бұны сәндеуге қолданатын боламын. Енді тортымызды осылай жинап аламыз. Тортымыз жиналғанша сіздерге бір пайдалы ақпарат айтып өтейін. Кез келген торт дайындайтын кезіңізде жұмыртқаны холодильниктен бірнеше сағат алдын шығарып қойыңыздар. Себебі жұмыртқа мұздай болмауы тиіс. Ол бөлме температурасында болса жақсы көтеріледі. Осыны міндетті түрде ескеріңіздер. Енді осылай тортымызды жаңағы шоколадный кремімізбен осылай сызып, осылай сызып аласыздар. Тортымыздың жанын үгітілген коржбен сәндеп аламыз. Міне тортымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.